сәлем барлықтарыңызға. Бүгін раскладымызда ол сізді сағынып жүр ма? Адамыңыз, жалпы жігітіңіз сізді сағынып жүр ма? Сізді мүлде ұмытып кетті ма? Жоқ әлде сізге деген ойы, жалпы соны көретін боламыз. Жалпы жігіттің ойын, жалпы ол сізге деген сезімі қандай барлығын көретін боламыз. Сізбен жігітті тауып алайық. Сіз бұл жерде шықтыңыз, енді жігіт. Жігітте шықты бұл жерде. Енді бірінші сізді айтатын болсам, сіз бұл жерде знак зодиагыңыз бойынша бикеш болуыңыз мүмкін, немесе мерген болуыңыз да мүмкін, бірақ бұл маңызды емес. Егер де ондай болмаса, ол обязательно маңызды емес, бұл общий расклад болғандықтан. Егер де олай болмайтын болса, онда бұл сіз өте активно қимылдайтын, іс-әрекетке жақын, сөйлегеннен көрі көп іс-әрекет жасайтын сондай адамсыз десем де болады. Сіз бір жағынан жәндегі өте страстная, сексуальная жәндегі жалпы алған кезде өз-өзіңізге ухаживание жасайтын, керемет өзіңіздің самооценкаңыз бар, сондай адамсыз десем де болады. Сіз көбінесе бұл жерде өзіңіздің ашуыңызды жеңдіре білесіз, және өзіңіздің жәндегі ішіңіздегі дьяволыңызды өзіңізге көндіре аласыз, өз-өзіңізді, яғни керекті жерде ұстай аласыз деген сөз. Және айтатын болсам, сіз бұл жерде өміріңізде сіз осы сәтте қазір жаңа нәрсеге қадам басқан болуыңыз мүмкін. Болды, енді өткеннің бәрі өткен, енді жаңадан өмір бастау керек, жаңадан нәрселер жасау керек, келмейтін нәрселер келмейді деген сияқты сондай ойда болуыңыз да мүмкін. Бұл жерде көбінесе көрсетіп тұрғаны, сіз алдағы уақытта енді өткеніңізді ойлап құр бекерге уақыт өткізушілік емес, сіз дегенді действие, алға қарай жылжу. Яғни сіз өзіңізді қазір өзіңізге сеніп, өзіңіздің күшіңізге сеніп, алға қарай жылжуға дайын тұрсыз десем де болады. Тағы бұл жерде айтатын болсам, сіз қандай да бір жануарды, жәндегі көбінесе бұл жерде мысықтың бейнесі, мысығыңыз болуы мүмкін үйде, немесе сіз мысықты жақсы көретін, сондай жануарларға қамқорлық жасайтын, жәндегі постоянно соған ухаживание жасап, солай жүретін, яғни оны да бір жәндегі қамқорлығыңызға алып, солай как будто бір балаңыз сияқты жануарға қамқорлық жасауыңыз мүмкін, оны тамақтандыру деген сияқты сондай әрекеттерді көріп десем де болады бұл жерде. Және де сіз қазір жаңа іс-әрекетке көшуге уже дайынсыз десем де болады. Немесе бастап кеткен болуыңыз мүмкін, немесе бір бизнесті бастаймын деп уже бастамасын бастаған болуларыңыз да мүмкін. Енді жігіт айтатын болсам, жігітте бұл жерде сіздің парный болып тұр. Бұл да дева, стрелец болуы мүмкін, бірақ ол да маңызды емес. Бұл общий расклад, тағы да ескерте кетейін, қыздар. Бұл ер азаматта жәндегі іске жақын, сөзден гөрі іс-әрекетті көбінесе ойлайтын ер адам десем болады. Қазір бұл ер адамның қасында басқа бір әйел адам бар. Бұл әйел адам бұл ер адам қасындағы әйел адам бұл ер азаматты жәндегі көтере біледі, жәндегі көңілін бөледі ол ер азаматқа. Басқа әйел бұл жерде ұнататынын айтуы да мүмкін, бұл жерде сезімін білдіреді, оның көзінше нәзік болып көрінгісі келеді, сондай әйел тұр қасында. Және де бұл ер азаматта қазір менің жанымда әйел де бар, тірлігім де, жұмысымда барлығы полноценный, менде барлығы толық қанды деген сияқты сондай ойда десем болады. Көбінесе бұл ер адам өз-өзін жақсы көретін ер адам деп айтсам да болады. Өзіне внимание аударғысы келетін, жалпы бір сөзбен айтқанда, мақтаншақ болуы да ықтималдығы өте жоғары бұл жерде. Бар нәрсесін көрсетіп, мысалға үй алса да, көлік алса да, көлік алайын деп жатса да, соны алайын деп жатырмын деп алған адам сияқты сондай мақтаныш сөздер өзіне
комплимент жасап, сондай өз-өзіне жаңағы ухаживание жасайтын сондай ер азамат болуы да мүмкін. Көбінесе бұл ер адам да іске жақын ер адам десем де болады. Немесе бизнесмен болуы да мүмкін. Немесе өзінің кішкене де болсын жеке кәсібі бар адам болуы да мүмкін. Бұл жерде полноценный адамды көрсетіп тұр десем болады. Енді екеулеріңіз ара қатынастарыңызды көре кетейін. Бұл жерде екеулеріңіздің қарым-қатынастарыңызда қазір сіздерде бұл жерде айтатын болсам, екеулеріңіздің араларыңызда жаңағы бір-бірлеріңізге қаржылық жағынан қиындық болмайды. Екеулеріңізде бір-бірлеріңізге жаңағы қаржыны беру, алмасу деген сияқты, қарыз алу немесе біреудің шотынан жаңағы бір нәрсе сатып алу деген сияқты сондай әрекеттер болған. Және де бұл жерде екеулеріңіз ортақ бір іс істеген болуларыңыз да мүмкін. Немесе сіздер семейный болған болатын болсаңыздар, осы күйеуіңіз бен әйеліңіз болған болсаңыздар, және ортақ екеулеріңіздің мақсаттарыңыз, екеулеріңіздің ортақ кассаларыңыз болған деген сияқты. Бұл жерде жаңағы сіз қасыңызда жігітіңіз бар кезде сізде барлығы полноценная, барлығы бар. Қазір екеулеріңіздің қарым-қатынастарыңыз бір нәтижесі бар деп айта алмаймын. Өйткені екеулеріңіз екі жақтап болуларыңыз мүмкін, араларыңызда келіспеушілік те болуы мүмкін, балаға байланысты келіспеушіліктер де болуы мүмкін. Бұл жерде бұл жерде екеулеріңіз балаға таласқан болуларыңыз да мүмкін. Немесе сіздер қарым-қатынастарыңыз жаңа этапқа көтерілуге қандай да бір қарсы нәрселер болған деп айта аламын. Бұл жерде көбінесе бала үшін екеулеріңіз бала менде қалсын деген сияқты, ажырасу деген сияқты сәттер болған болатын болса, онда солай. Қыздар, естеріңізге сап қояйын, бұл общий расклад. Кімге тура келді, сол видеоны соңына дейін көрсе болады. Егер сіздер өздеріңіздің интуицияларыңызды қосып тыңдайтын болсаңыздар, интуицияларыңызға сеніп тыңдайтын болсаңыздар, сіздер обязательно бұл раскладтан өздеріңізге керек информацияны аласыздар деп ойлаймын. Енді жалпы жігіт көретін боламыз. Ара қатынастарыңызды қазір екеулеріңізге мүлде шанс болып тұрған жоқ кездесуге. Екеулеріңіздің үшінші фактор бар, қарсы. Ол және де сіздер өткен кездерді артқа тастап, барлығын жүректің түбіне құпия қылып қалдырып, просто сіздер өткен қарым-қатынастарыңызға просто естеріңізде қалатын болды тұр бұл жерде. Бұл жерде сіздер қарым-қатынастарыңыз мүлде жоқ болуы мүмкін. Сізде бұл жерде өзіңізді, жігітіңізді қайтадан өзіңізге қаратуға қандай да бір іс-әрекет жасап, соның нәтижесін күтіп отқан болуларыңыз да мүмкін. Бірақ қыздар, приворот деп айтқым келмейді. Бұл общий расклад болғаннан кейін просто сіздер манипулировать етулеріңіз мүмкін. Мысалға, бір намек тастап қойып, күтіп отырған болуларыңыз да мүмкін. Не только бұл жерде привороттар айта алмаймын. Мүмкін араларыңызда жықсарында қыздар жемісін күтіп отырғандығы көрініп тұр, қыздар. Және бұл жерде қазір екеулеріңіз араларыңызда арақашықтық, бір-бірлеріңізге деген реніш, біреуіңіз жәндегі біріңізге еңкеймейсіздер, екеулеріңізде гордая болып отырсыздар десем болады. Бұл жерде әркім қарым-қатынаста мен оны тастап кеттім деп
ойлайсыз сіз, мен бұл жерде главный, мен оны тастап кеттім жігітті деп ойлайсыз, ал жігіт бұл жерде мен оны тастап кеттім, мен қаламағаннан кейін бұл қарым-қатынасымыз жоқ деген сияқты сондай позицияны ұстанып отырсыздар. Екеулеріңіз де бұл жерде қатайып отырсыздар деген келіп тұр. Иә, бұл жерде көбінесе сіздер өткен қарым-қатынастарыңызды көп еске аласыздар және де үміттенесіздер. Менің тағдырымда жолығып, алдағы уақытта жолығып қалармыз деген сияқты үміт бұл жерде. Бірақ бұл жерде семья болуға деген әрекет жоқ деп айтқым келеді. Егер семейный болған болсаңыздар, ары қарата семьяңыздың және жалғастырудың қажеті жоқ деген сияқты позицияны жүрде жігіт ұстанып отыр көбінесе. Иә, бұл ер адам көбінесе ақшаны тепе-теңдікте ұстай білетін ер адам, және аздап жадныйлау десем де болады, өзінің ақшасын керегі құрдан шаша беретін ер адам емес. Бұл ер адам қаржысын берген кезде мен саған қазір бере тұрам, ертең маған да керек болады, сен бересің деген сияқты сондай позицияны ұстанатын ер адам. Және де бұл өте ақылды, қарызды да және кез келген адамға бере бермейді, ойланып барып шешім қабылдайтын ер адам. Жігіттің ойын көретін болсам, бұл жерде жігіт уже подавленный, бұл жерде араларыңызда балаға талас болуы мүмкін дедім ғой. Көп жерде бұл жерде бала сізде қалған болуы мүмкін, әйел адамда қалған болуы мүмкін. Сол себепті бұл ер адам қазір уайымдайды баласын десем де болады, переживания үстінде. Бірақ тек қана баласын деп айта алмаймын, және сізді де. Сізді өте керемет әйел ретінде көреді. Сізді кіммен қарым-қатынаста екен, көбінесе кіммен интимдік қарым-қатынаста екен қазір деген сияқты жігіт солай ойлайды. Бірақ бұл ер адам сізбен заңды түрде ажырасуды дұрыс көріп отыр. Екеулеріңізде де уже белгілі, уже заңды ажырасу, бұл общий расход болған, біреулеріңіз уже заңды ажырасып қойған болуыңыз мүмкін, немесе заңды ажырасуға және арыз беріп қойған болуыңыз мүмкін, немесе болашақта сондай шешімді арыз жазамыз деген сияқты шешім қабылданып қойған болуы мүмкін. Бұл жерде өте ықтималдық жоғары болып тұр. Иә, бұл жерде енді ешқандай да қарым-қатынасымыз баяғыдай болмайды, өйткені бұл жерде Өйткені бұл жерде сіз әйел адам, сіз бұл жерде өз-өзіңізді алдау үстіндесіз қазір. Просто өз-өзіңізді алдау үстіндесіз, бізде бәрі жақсы болуы мүмкін деген сияқты үміт бар сізде, әлі де ойыңыздасыз. Қазір де сіз өзіңіздің жігітіңізбен немесе күйеуіңізбен айырылысып кетсеңіздер, бірге тұрып жатқан жоқ болсаңыздар, бәрібір сіз ол ер адамды ойлап отырсыз, жібергіңіз келмейді. Ол сіздің басыңызда, миыңызда уже ноша болып қалып тұр десем болады. Сіз ойлануды доғармайсыз деген келіп тұр. Иә, бұл жерде ер адам сізді ұнатады, бірақ қарым-қатынасты үземін деген шешімді қабылдап отыруы мүмкін. Бұл жерде бұл ер адамда екі вариант болып тұр. Көп жағдайда бұл ер адам қабылдап отырған шешімі қазір қарым-қатынасты үземін, өйткені бізде қарсы факторлар көп. Біреулерден общий расход болғаннан кейін енді мінездеріңіз жараспауы мүмкін, немесе уже сезім өшіп қалғаны да болуы мүмкін. Иә. Бұл жерде бұл ер адам отбасы болғысы келеді сізбен, сізге ұсыныс жасап, кәдімгідей бірге болғысы келеді сізбен, және интимдік қарым-қатынаста да бірге болғысы келеді.
асығады сізге баруға. Даже ортақ балдарыңыз болуы да мүмкін дедік қой. Немесе балдарыңыз болмаса, әлі сізбен бірге сізден екеулеріңіздің балдарыңыз болғанын қалайды десем болады. Сіздің жалпы өміріңізге, жалпы жұмысыңызға, өміріңізге сіз не болып жатыр екен деген сияқты сізді аңдып жүреді десем болады постоянно. Бірақ бұл ер адам қазір кетемін деп шешім қабылдап отыр. Болды, қарым-қатынасымыз енді жақсармайды деген ойды ойлап отыр. Бірақ все-таки бәрібір де сіздің не істеп не қойып жатқаныңызды бұл жерден ұзақ уақыт бойы әлі бақылайтын болады десем де болады. Иә, сіз бұл жерде өзіңіз жәндегі жігітіңізбен немесе күйеуіңізбен көріп отырсыз ғой, ара қатынасыңыз үзілген екен, сізде переживания, жүрегіңіз ауырған, яғни барлығынан өткен адамсыз, уже мудрая женщина, сондай дана адам болдыңыз деп айтқым келеді. Осы ситуациялардың арқасында сіз көп нәрсені бастан кешіріп, қазір сіз өзіңіз жалғыз болғаныңызбен сізде барлығы бар, қаржылық жағы болсын, басқа болсын, денсаулық болсын, барлығы сізде бар болуы мүмкін. Бірақ сізде қорқыныш, бір жағынан жәндегі үрей арасында ашу десем де болады. Ол нәрселер сіз, мен енді қайтадан кіммен семья боламын деген сияқты сондай ойды ойлайсыз. Және де сіз алдағы уақытта өзіңізге басқа ер азаматта жолығатын сенімдісіз, өйткені сізде барлығы бар, сіз барлығын жасай аласыз бұл жерде. Бірақ қазір сіз просто ер азаматты іздеп жатқан жоқсыз. Басқа ер азаматты, осы жасырып отырғаннан басқа ер азаматты іздеп жатқан жоқсыз. Өйткені сіз ұзақ уақыт бойы бұл ер азаматпен айырылысқаныңызға сене алмауыңыз мүмкін, сол себепті басқа ер адамдарға қарамауыңыз мүмкін. Бірақ алдағы уақытта сіз ұзақ уақыт бойы, былайша айтқан кезде, осы жігітіңізбен аралық қатынастарыңыз біткен екен, ұзақ уақыт бойы сіздер жәндегі бір-бірлеріңізді жұп таппауларыңыз мүмкін. Өйткені сізде қорқыныш, тағы да сондай бекерге ғашық болып қалып, ертең ұмыта алмай жүре ма деген қорқыныш сіздерде басым болғандықтан сіз өз-өзіңізді қолға алып, жалпы көбінесе өзіңіз успокаивательный дәрілер де ішуіңіз мүмкін. Немесе давлениеңіз көтерілсе де давлениенің де дәрісін ішіп, өз-өзіңізді тыныштандыратын нәрселерді қабылдап, немесе медитациямен айналысып, йогамен деген сияқты әркімде әртүрлі общий жасап болғаннан кейін енді өз-өзіңізді жалпы қалыпқа келтіруге іс-әрекет жасап жатқан болуыңыз да мүмкін бұл жерде. Осымен жігітіңізбен айырылысқаныңызға көнуіңізге тура келді. Бұл жерде қыздар барлығын өздеріңізге қабылдап қалмаңыздар. Бұл общий расклад, тағы да айта кетейін. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Ұнаса лайк басыңыздар. Тағы да қандай тақырыпқа видео түсіру керек, қандай өздеріңіздің идеяларыңыз бар, қандай нәрселерді білгілеріңіз келеді, комментарийға жазып кетсеңіздер болады. Арасында ең лайкты көп жинаған тақырыпқа ашатын боламын. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет.